Ассалаумағалейкум керек арнасының көрермендері. Күтпеген ризық. Ибн Малик радиаллаху анху өте кедей тұратын. Бір күні баласы мүшриктердің қолына тұтқынға түсіп қалады. Бұл Ибн Маликтің қайғысын ұлғайта түседі. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын, барып жағдайын айтып еді, мынадай кеңес алды. Аллаға сыйын, сабыр сақта, және «Ла хаула ва ла қувата илля биллах» деген дұғаны жиі айт. Ибн Малик радиаллаху анху бұл айтылғанда істеп жүрді. Бір күні үйінде отырғанда біреу есік қақты. Есікті ашса, қарсы алдында ұлы тұр. Қашып келген екен. Үсті басы жырым-жырым. Құр қол келмей мүшриктердің 100-ге тарта түйесін айдап әкеліпті. Әкесі ұлымен қауышты. Әрі кедейлікпен де қоштасқандай. Бірақ ол Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан сұрамастан барымталанған малдың еш қайсысына да тимеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам рұқсат бергенге дейін кедейлікпен күнін көре берді. Осы оқиғадан соң мына аяттар түсті. Оны ойламаған жерден ризықтандырады. Аллаға арқа сүйегенге Алла жеткілікті. Алла әмірін міндетті түрде орындайды. Расында Алла барлық нәрсеге бір-бір өлшем қойған. Талақ сүресі 3-аяты.